Starbucks әлемдегі ең танымал компаниялардың бірі. Оның кофесін татып көргеніңіз немесе кемінде ол туралы естігеніңіз анық. Бірақ егер Starbucks'тың Moby Dick романымен байланысты екенін және оның әлемдегі ең табысты корпорацияларының бірін құруға Италияның үлесі болғанын айтсам, таңғалар ме едіңіз? 2021 жылы 29 миллиард долларға жуық пайда тапқан осы корпоративтік алыптың хикаясын тыңдап білуге дайын болыңыздар. Starbucks'тың хикаясы 1960 жылдарға барып тіреледі. Сол кезде көптеген американдықтар үйде кофе қайнатуды жөн көрді және қалалық кофе мәдениеті болған жоқ. Дегенмен бұл жағдай 1962 жылы Италияға сапар кезінде өзгеретін болды. Сиэтлден шыққан колледж студенті Гордон Боукер Миланға барған сапарында нағыз кофенің дәмін ашып, оны ұнатып қалды. Өкінішке орай, ол Сиэтлде осындай дәмді кофе табу қиын екенін түсінді және сапалы кофе іздеп Британ Колумбиясындағы Ванкуверге дейін баруға мәжбүр болды. Күндердің күнінде ол достарына бұл оқиғаны бөлісіп, Сиэтлде өздерінің кофе компаниясын бастауды ұсынды. Джерри Болдуин мен Зив Сигелге бұл идея ұнады және олар өз көзқарастарын жүзеге асыруға кірісті. Үштігінің ынта-жігері жетіп артылды, бірақ олардың тәжірибесі жетіспеді. Сондықтан Зив Сигел жобаларына қолдау көрсететін адамдарды табу үшін қалалық кітапханадан телефон және газет нөмірлерін ақтара бастады. Ол заманда қазіргідей іздегеніңді бірден табатын интернет қайда. Алайда Сигел іздегенін ақыры табады. Калифорниядағы Беркли қаласындағы бидай кофе компаниясы Питттің кәсібі. Компанияның иесі Альфред Питт Голландияда туып, америкалықтарға қалай кофе ішуді үйреткен адам атанған. Сигел Питт Альфредпен хабарласып, ол жас бизнесмендерге менторлық көмек көрсетуге келісті. Сигел Питттің нарықтағы білімі мен шеберлігіне тәнті болды. Сөйтіп, ол Калифорнияға барып, кофе бизнесі жайлы көбірек білді. Болдуин мен Боукер де Калифорнияға барып, Питт кәсіпорынға кофе дәндерін жеткізуді уәде етті. Сиэтлде үштік пайк базарында дүкен орнын тапты. Бұл жаңа компанияның алғашқы орны болатын еді. Бірақ ол қалай аталатын болды? Болдуин мен Боукер сол кезде америкалық музыкаға қатысты деректі фильмдер түсіріп жатқан еді, және олар осы кәсіпорынды Пикот деп атаған Моби Дик романындағы кеменің атына сәйкес. Алайда бұл жоба іске аспады, бірақ жаңа кофе компаниясын атағанда оған әсер етті. Олардың серіктері «Ст» әрпімен басталатын сөздер берекелі болады деген пікір айтқан. Сондықтан үштік Starbo деген атауды таңдады. Бірақ олар кейіннен Моби Диктегі Starbuck деген кемедегі жолаушының атын еске түсірді. Сол себепті Пикот жобасы жарыққа шықпағанымен жолаушы Starbuck есімі сақталып қалды және 1971 жылдың 30 наурызында аз ғана ақшамен және бизнес тәжірибесінсіз Гордон Боукер, Джерри Болдуин және Зив Сигел қауіпке бел байлап алғашқы кофе дүкенін ашты. Алайда бастапқыдағы Starbucks қазіргідей кофе көңіл көтеретін эспрессо бармен салыстыруға болмайтын еді. Олар тек кофе дәндері, шай және хош иістерді сататын. Кофені қайнатып беретіні тек дәм татқызу үшін үлгі ретінде болды. Бұл сататын кофе дәндерін ілгерілету үшін маркетингтік қадам еді. Клиенттерге дәм татқызу арқылы олар дүкенде ұзақ қалып төлем жасайтын болды. Бұл әдіс жемісін берді және олардың жобасының аты жайылды. Боукердің журналистік тәжірибесі пайдалы болды. Ол Сиэтл газетінің авторы Дон Дунканға кофе үлгісін жіберді. Ол дүкенге келіп кофеге үйір болып, Starbucks туралы жылы пікірлер жариялады. 70 жылдардың соңында Starbucks Сиэтлде танымал болып қалды. Сұраныс артқан соң негізін қалаушылар бизнесті кеңейтуге бел буды. Олар кәсіпорынды түбегейлі өзгертетін адамды жалдады. Бруклиннен шыққан бұрынғы сатушы Ховард Шульц, ол Хаммерплас арқылы ыдыс-аяқ жабдықтарын сататын. Шульц Starbucks'тың кофе қайнатқыштарына көп тапсырыс беріп жатқанына қызығып қалды. Ол бұл компанияда мүмкіндіктер көп екенін байқады және оның үлескері болғысы келді. Жаңа Йоркер идеялар мен жастық ынтасымен Шульц үшті компания иелерімен кездесті. Алғашында олар келіспесе де, Шульц 1982 жылы Starbucks маркетинг директоры болып қабылданды. Ол Starbucks'тың тек кофе қайнату емес, одан да үлкен биіктерге көтеріле алатынына сенді. Сөйтіп 1982 жылы Starbucks өз әлеуетін қалай іске асыра алатынын анықтады.
Жауабы тағы да Италиядан келді. 1982 жылы Шульц Миланда өткен сауда көрмесінде Starbucks өкілі болды. Сонда ол эспрессо барларды көрген, олар Милан қоғамы үшін саяси пікірталастар мен жергілікті қызықты хабарларды талқылайтын орынға айналған. Халық ыстық кофе ішіп, газет оқи отырып, осындай әңгімелер құрған. Шульц осы тәжірибеден шабыт алып, Starbucks болашағы осындай болуы керек деп ойлады. Ол Миландағы басынан өткенін негізін қалаушылармен бөлісіп, Starbucks дүкендерін эспрессо берілетін кофе бар етіп ашуды ұсынды. Бизнес қарқынды дамып жатқанда кофені стақандап сату дұрыс емес пе? Алайда негізін қалаушылар күмәнмен қарады. Олар Starbucks'тың қарапайым саудагер ретінде орнығып қалғандықтан тәсілдерін өзгерткісі келмеді. Дегенмен 1984 жылы Starbucks алғашқы эспрессо барын ашты. Бірақ ол Шульцтің көксегендей жылдам дамыған жоқ. Сондықтан 1985 жылы ол компаниядан кетті. Итальяндық кофе барлардың әсерінде қалған Шульц өз Il Giornale Итальян газеті атты кафесін ашты. Келесі 2 жылда жобасы қанағаттанарлық табысқа жетті. 1987 жылға қарай инвесторлар тартып, Starbucks'тың иелеріне ұсыныс жасауға дайын болды. Сол кезде Джерри Болдуин Питтің 4 орнын сатып алған және келіссөздер барысында мәміле жүзеге асып, Шульц ақырында $8 миллион Starbucks'тың иесі атанды. Бұл компанияда жаңа дәуірді бастады. Сол кездері Starbucks Сиэтлде табысты брендке айналған болатын. Алайда Ховардтың көзқарасы оны әлемдік деңгейге көтеруге. Ол компания басшысы болып тағайындалып, Starbucks'тың қарапайым кофе дүкенінен асып, мәдени орталыққа айналуын көздеді. Ол кофе дүкендерін алдымен Сиэтлде, содан кейін ақш-тың барлық штаттарында және ақырында бүкіл әлемде мәдени ошаққа айналдыруды жоспарлады. Шульц Il Giornale желісін Starbucks деп қайта атап, компанияның кеңеюіне жол ашты. Сол жылы Starbucks Сиэтлден тыс жерлерде, Ванкуверде және Чикагода филиалдар ашты. Келесі 5 жылда бұл одан әрі жалғасты. 1992 жылға қарағанда Starbucks'тың Солтүстік Америкада 140 филиалы бар еді. 1987 жылы компания табысы $1 миллион асқан болса, 1992 жылы $73,5 миллион жетті. Олар жылына 6 миллион фунт кофені құрғақ қыздырып, нарықтағы құны $270 миллион көтерілді. Сөйтіп, Ховард Шульц тағы бір үлкен шешімге барды, компанияны жария етуге. Олар 12% үлесті сатып, $25 миллион тартты. Бұл қаржымен келесі 2 жылда Starbucks дүкендерінің санын 2 есеге арттырды. 90 жылдары Starbucks тоқтаусыз өсті, күніне 2 жаңа дүкен ашылып тұрды. 1996 жылы Starbucks Солтүстік Америкадан шығып, Токиода филиал ашты. Бұл тағы да Шульцтың тамаша қадамы еді. Себебі 1990 жылдары көптеген жапондықтар ақш-қа саяхатқа келген, ал Сиэтл олардың басты қызыққандарының бірі болған. Сондықтан Токиода Starbucks ашылғанда жапон қонақтары олардың кофесінің дәмін біліп қойған. Маркетингке көп қаржы жұмсамаса да, Starbucks елде тұрақты сатып алушылар тобына ие болды. Келесі 5 жылда Starbucks елде 300 филиал ашып, 2001 жылы $242 миллион пайда тапты. Ховард Шульц енді компания басшылығынан кетіп, табыстарына қарап отырды. Дегенмен капиталистік жүйе Starbucks'тың қарқынды өсуіне себепші болып отырды. Бірақ сол кезде компания өзінің рухани құндылықтарынан айырыла бастады. Бастапқыда Starbucks қауым үшін ерекше тәжірибе ұсынатын кездесу орны, бірге отыру мекені болған еді. Бірақ пайдаға бола, олар осы ерекшеліктен айырылды. 2000 жылдардың ортасында компания өзіндік өзгешелігін жоғалтты. Шульц армандаған романтика мен театрлық әсер жоғалды. Starbucks қарапайым дүкен сияқты көрінбей қалды. Бұл жағдайлар дағдарысқа алып келді. Дәл сол сәтте Starbucks'тың жол көрсеткен алпауыты енді оны құтқару үшін шақырылды. 2008 жылдың 8 қаңтарында Ховард Шульц 8 жылдық үзілістен кейін Starbucks басшысы болып қайта келді. Ол компаниядағы қателіктерді есепке алып отырған еді. Ол тым қарқынды өсудің дүкендердің жайлы орынға айналуына кедергі болғанын түсінді.
Басшы болған күннің өзінде Шульц қызметкерлерге хат жазып, компанияның шиеленіспен күресіп, тұтынушыларға назар аударуы керек екенін айтты. Компанияның мақсаты тұтынушылармен эмоционалдық байланысты жаңғыртып алу еді. Шульц батыл әрекет етті. Жоғары басшылар мен қызметкерлер жаппай жұмыстан шығарылып, залалды желілер пайдасыз болғандықтан жабылды. Шульцтың басқарған бір жылында Starbucks'та 18400 жұмыс орны қысқартылып, әлемдегі 1000 дүкен жабылды. Сонымен қатар, ол тұрақты сатып алушылар базасын қалпына келтіру үшін бағдарлама мен әділетті сауда стандарттарын енгізді. Компания өз бастамаларына халықты қатыстыру үшін әлеуметтік желілерді шебер пайдаланды. My Starbucks Idea акциясы сәтті болып, онда 3 миллион қолданушы бір-бірімен және компаниямен пікір алмасып, 93 мыңға жуық идея алып келді. Бұл Starbucks'тың танымалдығын көтеріп, жоғалған беделін қалпына келтірді. Ол жасаған маңызды шешімдердің бірі Jungo нарығына қарқынды өрлеу болды. Қазір Jungo Starbucks'тың екінші ірі нарығы болып, компания табысының 15%-ын құрайды. 2020 жылға қарағанда Starbucks 80 елге таралып, әлемдегі 30 мыңнан астам дүкені бар еді. Табыстары аспанға шыққан кезде компания үлкен дауға қалды. 29 миллиард табыспен әлемдік желі бар компания жеткізу тізбегін қадағалауы керек емес деп ойласаңыз қателессіз. Алайда іс жүзінде олай емес болып шықты. 2020 жылғы тергеу 13 жасқа толмаған балалардың Starbucks'тың әлемге әйгілі кофе дәндерін өндіретін Гватемала фермаларында жұмыс істеп жатқанын анықтады. Ал олар күніне тіпті $5 да аз ақша табады. Сондай үлкен компания адал тұтынушы базасы мен адамгершілікке үлкен мән бермеуі еді. Бұл зерттеу компания үшін үлкен дақ болды. Кейінірек Starbucks олардың жақын жылдары фермалармен мәмілесі болмағанын айтты. Алайда бұл компанияның еңбек дауына ілігуінің алғашқы рет емес еді. 2 жыл бұрын Бразилиядағы жергілікті еңбек инспекторлары Starbucks'тың жұмысшылары тұрмыс жағдайлары мен жұмыс орны лас плантацияларда жұмыс істеуге мәжбүр болғанын анықтаған. Ол да сол уәждемені фермалармен жақын жылдары мәмілесі болмағанын айтты. Бірақ бұл Starbucks'тың сынға алынуын тоқтатқан жоқ. Енді Starbucks құрылғанына 50 жыл толып барады. Бүгінде ол америкалық өмірдің бір бөлігіне айналды. Әрбір бұрышта Starbucks дүкенінің болмауын елестету қиын. Бұл корпорацияның хикаясы тартымды және табысқа жету жолын, тіпті басқалардың есебінен болса да үйретеді.